әр жігіт өзі де ертең қартаятындығын осы бастан сезіну керек, жай сезініп қана қоймай, оған дайындалу керек. Өзі әдемі қартаю деген сөз бар ғой, әдемі қартаю үшін оған жасыңыз бірден бір 63-ге тола сала, пайғамбар жасына жете сала, бірден әдемі қартаямын десеңіз қатты қателесесіз. Өмір деген фантастика емес, бір жай бас мүжіп, жастар жағы сіздің бір возрастыңыз сыйлап, отырыстарда жай ғана сіздің паспорттағы цифрыңызды ғана құрметтеп төрге шығаратын бір қадірсіз шал болып қалғыңыз келмесе, осы кезден бастап әдемі қартаюға дайындалу керек. Әдемі қартаюдың басы менімше тап қазір жақсы жігіт болудан басталады. Жақсы жігіт болу деген өзіңіздің мойныңыздағы бар әулеттік жауапкершіліктерді, отбасылық міндеттерді толығымен атқару, тоқтап қалмай тұлғалық өсуді жалғастыру, күн сайын идеалдыққа қарай ұмтылу. Әзірленбей әдемі қартаю деген менімше еш жоқ. Ал кәлимагөй, батагөй, әдемі қартайған абыз ақсақал қай замандарда да бізге керек.